Қайырлы күн, менің әлеуметтік желідегі достарым, менің қолдаушыларым. Бүгін мен сіздерге тауық қанаттарынан үй жағдайында жасалатын, сатылымдағыдан еш айырмашылығы жоқ кепсе дайындауды жөн көріп жатырмын. Осы дайындау әдісімен сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Мен базардан арнайы дайындалған, артық жерлері алынып бөлінген тауық қанаттарын алдым. Оны жақсылап жудым. Одан кейін кішкене кептіріп алдым да, содан кейін арнайы ыдысқа салып дәмдеуіштер қостым. Паприкадан, қызыл бұрыштан, тұздан 2 шай қасық алып, оған қара бұрыш салып, 1 стақан суымды құйып, жақсылап араластырдым. Мен жақсылап араластырып аламыз осылай. Одан кейін бетін жауып, маринадта тұрған тауық қанаттарын мұздатқышқа 3-4 сағатқа салам. Негізінде түнімен тұрса да артық етпейді. Қайта дәмдеуіштері сіңіп, одан да жақсы дәмді болады. 3-4 сағаттан кейін мен дайындаудың екінші кезеңіне өтейін деп жатырмын. Тағы да 1 стақан ұн алдым, оған паприка қостым, тұз қостым, қызыл бұрыш қостым, 1 шай қасықтан. Одан кейін ұнды жақсылап осы дәмдеуіштермен араластырдым. Енді маринадта тұрған тауық қанаттарын осы дайын тұрған ұнымызға салып, аунатып аламыз. Не осылай ұнға әбден жақсылап араластыру керек, аунату керек. Міне менің тауық қанаттарым осылай дайын болды. Барлық жерлері ұнға жақсылап араласты, аунады. Енді келесі кезеңде 2 жұмыртқа, 2 қасық су қосып, 2 қасық ұн қосып, жақсылап кляр дайындаймыз. Енді осы дайын тұрған клярға отқа майымызды құйып қайната береміз алдын ала. Содан кейін жаңағы дайындаған тауық қанаттарын қайтадан ұнға аунатамыз. Клярға саламыз, одан кейін ұнға саламыз қайтадан. Содан кейін қайнап тұрған майға салып қуырамыз. Мен бұл қанаттарды 10 минуттай қуырам. Әбден екі жағына кезек-кезек аударып,
әбден қызарғанға дейін асықпай қуырып алам. Отты өте қатты да қоймаймын, өте басып та қоймаймын, орташа отта болады. Міне осындай кепсе қанаттары дайын болады. Егер сіздерге ұнаса лайк басыңыздар, мені қолдаңыздар, маған жасап кетуді ұмытпаңыздар.